Құрметті аудан тұрғындары, сарыағаштықтар, өздеріңізге белгілі президенттің бастамасымен бастау алған Таза Қазақстан акциясы бұл біздің ауданымызда қарқынды жүріп жатыр. Сарыағаш ауданының әкімі Абдуллаев Арман Айдарұлының тапсырмасына сәйкес тұрақты түрде тазалық жұмыстары аудан көлемінде жүргізіліп жатыр. Бүгін сол тазалықтың жалғасы. Шымкент Жетісай трассасынан Қапланбек кеден бекетіне баратын жолдағы Тоқаев көшесі, Омаров көшесі, Жалғызтөбе, сонымен қатар Нарғыз дүкеніне, Өтебаев көше бойларына аудан тұрғындары, қызметкерлер, жастар, еріктілер болып тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл көше өте маңызды көше, сондықтан бұл акциямыз әрмен қарай жалғасады. Осы сәтті пайдаланып, тазалық имандылықтың белгісі болса, аудан тұрғындарын біздің Сарыағаштағы демалатын орындарда, аллеяларда, парктерге барған кезде өздеріңізден қалған қоқыс қалдықтарын тиісті орындарға тастап жүрсеңіздер, әрбір тұрғын өзінің ауласын тазалау керек, көшесін тазалау керек, жүрген жерлерінде тазалық жұмыстарын жүргізу керек. Өйткені ауданымыз үлкен, сондықтан барша аудан тұрғындарын тазалық акциясына, Таза Қазақстан акциясына қатысуға шақырамыз.